Арымысыздар, қадірменді ауыл тұрғындары. Қайырлы күн, ақылғой дана қариялар және ақ-жаулықты аналар. Елді бірлікпен адал еңбек жетелеп, жас ұрпаққа батасымен жол ашқан, жақсыға тілектес қариялар, баршаңызды 1 қазан халықаралық қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осындай жақсы заманға жетуімізге өз үлестерін көп қосты деп есептеймін. Бүгінгі мереке келгенде біздің ауылда тылда еңбек жасаған ата әжелеріміз шақырып, бүгін Ағила апамыз келіп отыр. Бұл кісіге де үлкен рахметімізді айтамыз, келіп осындай сұхбат беріп жатқанына. Баршаңызға амандық тілеймін, отбасыларыңда амандық болсын, дендерің сау болсын. Отшайда оқыдым, бауырларым болды. Bir семьяда 6-7 бала болдық. Әкеміз колхоздың көрнекті жұмысшысы болды. Қыста ағаш тасиды, жазда мал бағады. Сондай қайратты адам болды. 2 ағамыз соғысқа кетті. Біреуі Пен соғысына 39-шы жылы кетті. Айналайын әжеммен бақыт балық әкелген өмір өріне көзінен залана әжесі ән салады көкешін. Балалардың бағына әрқашанда керексің. Әже тайып ер. Балаларға берген. Сонан кейін жаңағы тылдағы құрметіне берген медаль бар. Тағы әрбір жылды ұмытып қалып отыр, медальдар үйде. Берді бәріне де 5 медалым бар. Деп қарттардан қалап келем, сұрап көрем, тоймаймын, сұранамын. Себебі менде бір күн жауап берем. Қарттар бізді тастайдау күйінемін. Ой өмір-ай, не қылған тыйын едің. Сондықтан да садақ боп кейлемін, сауыт болам тек қана киіне біл. Жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі міне келместің келмесіне, бір күтіп әнекей жағадатыр. Арсыз күлкін тыйымсыз жылауында, айтысында басымсыз ыланында. Арыздасып ағайын кетер еді, бір қария болмаса бір алуда. Неменеге жетістің бала батыр? Сүйетін еркелетіп айты қолай, төсіне құшағыңды жайдым оғай. Алыстан түсіретін бейгімізді, ол өзен аймағылған айдымым ай. Алыстан түсіретін бейнемізді, ол өзен аймағылған айдымым ай. Кенешінде болып қарттарымыз сіздер аман есен жүріңіздер. Осымен қарттар күніне орай ұйымдастырылған онлайн сұхбатымызды береміз.